Казахстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Футзалдан Қазақстан чемпионаты жалғасады. Бүгін кезекті жарыс күні. Каспий командасы Ақтауда өз алаңында Атырауды қабылдайды. Еліміздің әнұраны шырқалды. Міне екі команда өкілдері қазір бір-бірімен қол алысуда. Кездесу басталады. Турнир кестесінде дәл қазір Қайрат командасы көш бастап тұр. Екі кездесу бұған дейін өткізген, 6 ұпайы бар және Қайрат тағы бір ойынын. Атырау командасының негізгі құрамы алғашқы бестігі, дәлірек айтсақ 22-ші нөмір қақпашы Антон Селезнев, 10-ші нөмір Талап Еснязов, 7-ші нөмір Қайыржан Қаршығаев, 8-ші нөмір Алисон Тайлан Сантос, 33-ші нөмір Джонатан Николау да Силва. Екінші тайм тағы да 2-2 сөйтіп 4-4 есебімен аяқталды. Ол бір тартысты бәсеке болды. Тағы бір қауіпті сәт қазір. Тартысты бәсекеде аятта Каспийде бір-бір ұпайдан бөліп алды. Жақсы бақылап отыр. Ал бұл жерде фол болған жоқ ендеше. Қазір капитаны Малмын жерде пенальти. Айбалағын ішінде қазір ереже бұзды және төреші сарғағаз көрсетеді. Сарғағаз қақпашыға, ал қақпашы болса оған дейінгі эпизодта көрейік. Талғат пен Ризи арасындағы жекпе-жек. Өтепбергенов сонымен соққы. Талғат қайтарды. Талғат Өтепбергенов пенальтиді тамаша қайтарды. Ризи тамаша шығарды қазір допты. Бұл гол. Каспий командасы есеп ашты. Лукин. Голдың авторы Александр Лукин. Оған қандай пас шығарды қазір Ризи. Тамаша ұйымдастырды бұл шабуылды Каспий командасы. Ақыры міне дегендеріне жетті. Жергілікті жанкүйерді қуанышқа бөлеп қойды. Алисонда доп. Атырау командасы шабуыл басталды деген сөз. Өте жақсы пас алмас және қақпаға соққы. Бұл гол. Есеп 1-1. Екінші тайм басталаса Атырау командасы таразы басын теңестірді. Гол авторы Габриэль. Алисон екеуі қазір тамаша ұйымдастырды бұл шабуылды. Міне Ризи шықты алаңға. Бірақ одан Батырхан қалай әдемі қазір айласын асырды және өте тамаша соққы жасады Нұрболат Батырханов. Қақпадан сәл ғана қиыс кетті доп. Қақпа бос қалды және гол. Атырау командасы қорғаныста қателігін қарсыластың жақсы пайдаланды. Гол авторы Наурызбек. Қазір анықтайық, бұл Жонатта тіпті ойнауға құлқы жоқ. Несерегіндар келісті. Ойын аяқталды. Камбек жасады Атырау командасы. Жеңіліп жатты. Бір гол жіберіп алды. Бірақ қатарынан 2 гол соғып, ақыры жеңісті жолып әкетті. Тартысты бәсеке. Соның арқасында Атырау міне кезекті рет жеңіске жетті. Ал Каспий әзірге жеңіске жете алмады. Чемпионат басталғалы бері бір рет тең ойнағаны бар. Атырау ұпай санын жетеуге жеткізіп отыр. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.